Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта Pinduoduo сайтын өзімізге керекті тілге аударып переводтап аламыз. Бұл сайтты полный қазақ немесе орыс тіліне аудару мүмкін емес, сол үшін де өзімізге керекті жерін ғана аударып көре аламыз. Мысалға маған мынау водолазқа кірейін. Осы водолазканы төменге қарай жылжытсақ, барлығы қытай тілінде. Енді маған осы водолазка жайлы ақпарат керек. Мен осы описание бөлімін скриншоттап переводчикқа салатын боламын. Мен көбінесе осы Яндекс переводчикті қолданамын. Өйткені осы Яндекс переводчик нақты әрі таза аударып береді. Бағанағы описание бөлімін скриншоттап алдым ғой, енді осыны переводтайын. Маған осы водолазканың материалы керек. Материалы мақтадан жасалған екен. Басқасында мысал ретінде көрсетейін. Мен қайтадан Pinduoduo сайтына кірем. Енді маған осы водолазканың отзывтары керек. Мына жерде живой фото отзывтармен де бөліскен екен. Мен өзіме керек жерін, мысалға мына жерде смайлпен реакция жіберді. Енді осыны переводтап алайын. Скриншоттайым алдымен. Қайтадан Яндекс переводчикқа кірем. Жаңағы скриншоттаған суретті басам. Қарап тұрсаңыздар, маған осы водолазканы аударып берді. Түстердің жіктелуі дейді. Сұлы, ашық, сұр дейді. Енді астында қарасаңыздар, өнімнің сапасы өте жақсы және түс айырмашылығы жоқ. Жанасу өте жақсы, сатып алу ұсынады дейді. Яғни сіздерге сатып алуға мына сатып алған адам кеңес беріп тұр. Сапасы өте жақсы екен көрініп тұр. Мен қайтадан Pinduoduo сайтына кірем. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мындай стрелка тұр. Жоғарыда галереяның суреті тұр. Осының үстін басаңыздар, осы водолазканың живой фото отзывтарын шығарып береді. Яғни мына жердегі суреттер осы водолазка сатып алған адамдардың жіберген фото отзывтары. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Pinduoduo сайтын аударудың екінші жолын түсіндірейін. Мен Google приложениесі арқылы аударатын боламын. Экранда қарап тұрған киімдердің мысал ретінде өзіме мына куртканы алайын. Женская куртка. Төбедегі значоктың үстін басам. Және маған астында осы көк значокпен тұрған сөз керек. Яғни бұл осы куртканың ссылкасы. Енді мен Google приложениесіне кірем. Поискқа бағана сөзді вставить етем. Яғни ссылканы басам. Маған осындай страница ашылды. Мен енді мынау сары сөзбен тұрған иероглифтің үстін басам. Мына плюс сигналдың орнына 7 санын басып, өзімнің номерімді жазам. Енді мына астындағы қызыл иероглифтің үстін басам. Яғни бұл осы номерді растайтын пин-код. Маған осында 725-374 пин-коды келді. Енді астындағы галочканы басып, мына қызыл кнопканы басам. Маған осындай страница ашылды. Қарап тұрсаңыздар, жоғарыда қытай тілінде тұр. Енді мен осыны орыс тіліне аударатын боламын. Маған полный осы экранды орыс тіліне аударып берді. Мен тағы да мына жердегі 3 нүктені басып, басқа тілге ауыстырам. Мысал ретінде қазақ тіліне ауыстырайын. Қазақ тіліне ауыстырылды, мына көрде. Төменге қарай түссеңіздер, барлығы қазақ тіліне аударылған. Енді мен қарап тұрсаңыздар, мына жирный шрифтпен жазылған қара сөздерді оқиын. Орташа ұзындықтағы әйелдерге арналған қысқы мақта пальто 2023 жылғы дейді. Яғни корейский стильде. Мына астында грузовик тұр, жасыл сөздермен берілген. Бұл осы куртканың жеткізілу уақыты. 15 сағат ішінде курьерге беріледі екен.
Енді мен комментарий бөліміне өтейін. Өнімді бағалау деген үстін басып, мына жер маған қазір қазақ тіліне аударылады. Қарап тұрсаңыздар, мына адам осы куртканы алған және де суреттермен бөлісіп отзыв қалдырған екен. Жарасымды, жан-жақты, өлшеміне сай, киюге өте жылы, қалың, үлбіреген, жағасы, түсі айырмашылығы жоқ. Артық арықтататын үстіңгі дененің әсері жақсы, әдемі әпкелер соған лайық дейді. Яғни мына қыз басқа да адамдарға алуға кеңес беріп тұр. Қарап тұрсаңыздар, комментарий өте жақсы екен. Мына жерде көбісі фотомен, өздерінің ойларымен бөліседі. Жоғарыдағы суреттер, бейнелер деп тұр. Осының үстін басам. Мына жерде живой фотоцифрмен бөлісіп тұр. Яғни алған кісілер осы куртканың живой фотоцифрын. Негізі живой фотоцифр қараған өте маңызды. Себебі ожидание реальность деген бар. Суреттегімен алғаннан кейінгі өнім екеу түрлі болмас үшін.